Көрмейін десем көзім бар, айтпайын десем сөзім бар. Айтсам тілім күйет, айтпасам ділім күйет. Әй, мына жаз шықпай жатыр екен, блогерлер шетелге шықпай жатыр екен. Ана бассейнге, теңізге шомылуға бармай жатыр екен ғой. Әй, бір әдемі сүйкімді нәрсені көргенде көз сүйсініп, ойпырмай деп қаласың ғой. Аяқтарың целлюлит. Ана іштеген купальниктің сыртына шығып тұр, ашыған қамыр сияқты. Аюдай жиған майын төске алып, мынаны бит көтеріп қояды. Тақанса. Яп, сондай түйенің жартайтындай болған фотоларын сала бересіңдер Инстаграмға купальникпен. Еш қайсысыңда андай бір қайнаға, қайната, әке, шеше, іні, бауыр жоқ па? Ертең көргенде, әй, қой ұят болады дейтін. Бәрін жетімсіңдер ма шеттеріңмен? Қыз болса мейлі ғой, жарасады. Әй, қыз күнде жүріп қасын, байға тегенкен қояды дейтін. Алдының 2 баласы бар, артының 5-6 баласы бар. Жаздың 1-ші айы енді аяқталайын деп жатыр. Айналайындар, қанық болдық, бар екен сендерді көрдік, білдік. Болды, қойыңдаршы, айналайындар. Сәл бір судың астына түсіп, сәл бір иықты ғана көрсетіп, бір қатты бір ашық фотомен ахват жинағыларың кеп отса, сөйтіңдерші жаным әшейіндер. Іздеп көрмейміз ішқайсыңды. Алдымыздан шығып қала бересіңдер, сандарың жалтырап. Содан кейін Инстаграмды ашсаң, бойы ұзыны бар, қысқасы бар, арығы бар, семізі бар, келте пақайы бар, блогердің бәрі модель болып кеткен. Міне біле құрсын. Модельді көрген кезде, ана киімді сатып алуға қызығасың ғой. Есекті қанша ерттесең де ат болмайды, қарғаны қанша боясаң да аққу болмайды деп, әй, болмайтын нәрсе болмайды. Көліктің сәнін кетірмеңдерші. Құдай тәуба деп айтайын, ни в коем случае болмайым деп атырып, үйімде айна бар, фигурамды білем. Қазір мына нәрсені әдетке айналдырып жатырмын. Еттің, мысалы, бүгін тамақ жасайтын етті магазинден бір күн алдын шығарып қоям. Жібіп тұрады, әсіресе сорпада, осындай бешбармақта, ана мұз етті, мұздай су құйып қайната салсаң деген, піскенше көбігі шығады ғой. Адам нервысына тиіп, көбікпен езіліп кеткен қамыр жек көретінді білесіздер ғой. Кешкісін шығарып қойып, бүгін енді баппен пісіріп жатқан жайым бар. Вай, қазір бар ғой, бұл шорпаны ішмапсыз, бұл дүнияға кемапсыз болады ғой. Қазірден жүрегім сезіп тұр, мұрным сезіп тұр, аузым дәм сезіп тұр. Әй, әр қатынның жасап жатқан тамағы ғой, неге сонша түсіре бердің демеңіздер, айналайындар. Мен біраз болған тамақ істемегенім е. Өзім үшін ойымдағыдай болып жатыр да, басталғаннан ше. Қой бар ғой. Кәдімгі қойдың етінің ғана иісі бар, артық иіс жоқ. Сондай иіске жеріктігім ұстайды ғой. Тамақты морозилктің түбінде жатқан қойдың еттерін тауып алып, соларды жібітіп, қайнатып, соны қуырып, тек қана қойдың етімен тамақ істеп жүрмін ғой. Мына бір жамбасты тауып алдым да, жанына свежий қазы қостым, одан сүрленген қазы қостым, мына бір жіліктің басы бар екен, сорпадан қалған. Кішкене жылқының етін қостым да, сомен аяқ асты бешбармақ ұйымдастырып жатырмын. Ешқандай қонақ ештеңе келмейді, себеп салдарсыз жай ғана қойдың етінің иісін иіскегім келіп жатыр. Ет деген тура ойымдағыдай пісті ғой. Мынау ысталған шұжық, қазы, қойдың еті, жылқының еті. Қамырда бір тал болып жабысып, ой түсіп. Мынадай махаббатты сәл көп қосып істейтінім бар ше. Үйлеріңде блогер болса осы айналайындар. Бәрін күтіп отырасыңдар. Түсіріп болғанша. Мына жақта деген қамыр чиста қалмады, тек ет. Так, тамаққа деген отзывыңыз? Өте тамаша. 10 из 10 дәмі чистасы да, еті де, қазысы да, бәрі просто изысканный. Что? Алайын-алайындар, күйеуің естіп істеген тамағың мақтап отырса, күнде істеген келеді ғой. Ал бір әчке. Тамақ өте керемет. Жаман деп айтып көрдесе. Ұшып. Тамаққа деген. Тамақ супер ма ұшып? Ана қырғын қырып атыр бәрімізді. Мына жақта енді жаманнан жарты қасық қалады деп жиеннен кішкене қап кетті енді. Мына жақта енді біз өзіміз отбасы болып үшеуміз ордық.